Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 10-шы сабақ. Тақырыбы физикалық денсаулық және де уақытты дұрыс жоспарлау. Осы жайында талқылайтын боламыз. Сабағымыздың мақсаты уақытты тиімді жоспарлау. Сол арқылы өзіміздің жеке кәсібімізді және де бір продуктивті немесе өзіміздің эффективность дейді ғой. Өзіміздің тиімділігімізді көтеру. Уақытты жоспарлау, дұрыс жоспарлау арқылы. Бүгін сіздермен не өтеміз? Бүгін өзіміздің денсаулығымызға қалай қарау керек, уақыттың маңыздылығы және де оны қалай бағалау керек. Google календарі арқылы тәжірибе бойынша менің өзімнің жүріп атқан. Сол арқылы уақытты қалай жоспарлау керек. Және де күнделікті апталық жоспарлау туралы бір кеңестер айтатын болам. Өзімнің тәжірибемен, өзімнің жасап жатқан жолдарым арқылы. Және де уақыт ұрлайтын дүниелерді анықтауымыз керек біз. Және де соларда бір Эйзенхауэр матрицасы деген нәрсе бар. 80-де 20% деген сияқты. Солармен артықтарын алып тастап, маңыздысына қарай көңіл бөле білу ол өте маңызды бір кәсіпкерлік бір әдеттерден екен. Біз көбінесе өзімізге маңызды емес дүниелерге өте көп уақытымызды жұмсап қояды екенбіз. Сол үшін ең бірінші кәсіпкердің ең бірінші әдеті ол жәнегі уақытты дұрыс жоспарлай алу. Құранда айтылып кеткенде, Асыр сүресінде заманмен ант етемін, ғасырмен ант етемін, адамдар уақыттың қадірін білмеген үшін зардап шегуде деп келеді ғой. Сол үшін бізде уақытты жоспарлауды аса мұқият өзіміздің өмірімізге енгізуіміз керекпіз. Біз қалай істейміз әдетте? Эмоцияға берілеміз, жай жатамыз, жай тұрамыз, және де бір қоғамның бір жұмыс жасап жатқан уақыттарында жұмыс жасамаймыз. Біз өзімізге ыңғайлы қылып жасап алғанбыз да. Жәнегідей. Ал сіздерге айтатыным уақытты бағалау бұл 10 дұрыс жолдардан басталады да. Мысал үшін сіз күнделікті жұмыстарыңызды, кездесулеріңізді, демалыстарыңызды алдын ала Google календар арқылы белгілей алады екенсіз. Бұл сізге уақытты тиімді және күндеріңізді максималды эффективті басқаруға рұқсат береді. Ең бірінші менің күнім қалай басталады? Қараңыздар. Менің уақытым 3-ке бөлінген. Ең біріншісі даже 4-ке бөлінген десем болады да. Ең бірінші бөлігі ол ұйықтау бөлімі. 22:00-ден бастап таңғы сағат 4-ке дейін мен ұйықтаймын. Қазіргі таң намазына тұрамыз, ораза ұстаймыз. Осы уақыттар мен ұйқы бөлігі. Бұл уақыттардың қақысына ешкім кіре алмайды. Менің даже отбасым да кіре алмайды. Сол ұйқы бөлімі бұл не үшін керек? Бұл сізге восстановить ету үшін керек, бұл сізге энергияны жинау үшін керек екен. Бұны Google календарға өзіңізге, өміріңізге жақсылап тұрып жазып қоясыз. Менде бұл жасылменен жазылып тұр. Одан кейінгі уақыттарда сізде менің күндерім өзі 3-ке бөлінген. Ең басында бұл менің жеке уақыттарымда. Менің жеке уақыттарым таңғы сағат 4 пенен 9-ның арасында болады. Бұл ортада прогулкаға да барып үлгерем. Балаларымды жәнегі мектепке шығарып салып та үлгерем. Бәріне де үлгеруге болады да. Жалғыз өзіңіз болып, прогулка кезіңізде наушнигіңізді тағып алып, ойлануға да, өзіңізге де бір дұрыс сұрақ қоюға да, бірақ та ең басты нәрсе кәсіпкердің нені әдет қылу керек? Ол өзіңізге жоспар құру. Мен бүгін не істеймін деген сұраққа осы таңертең жауап беру керексіз. Сіздің жоспарды дұрыс жасай алуыңыз, күнделікті жоспарыңызды таңертең жасауыңыз, ол сіздің күніңізді эффективный қылады. Сонда сіз анандай бару керек, істеп істеу керек нәрселердің бәрін денеңіз істей береді. Бара жатасыз, істеп жатасыз. Бірақ та көп біздің энергиямызды алатын, ой жұмсайтын нәрселерге де арнайы уақыт бөлуіңіз керексіз. Таңертеңгі уақыттар таңғы сағат 4 пенен 9-ның арасы, ойлаңыздар, қанша сағат? 5 сағат уақыт екен. 5 сағаттың ішінде сіз былай жұмысты үлгеріп тастауға болады. Күндіз көбінесе мен кейбір кездерде болады. Бір күнге жоспарлаған жұмыстарымның кейбіреуін мен таңертең жасап тастаймын. Сол кезде мен былайша айтқанда, басқа адамдар 2 күнде жасайтын жұмысты мен 1 күнде жасап тастай аламын да.
Сонда басқа біреудің бір жылы, менің бір 2 жылым өткен сияқты болады ғой. Сол арқылы кәсіпкерлер уақытты тиімді басқару арқылы сіз басқалардан үнемі озып жүресіз, алдыда жүретін боласыз. Шаруаңыз да жасалып, жұмыстарыңыз да жасалып деген сияқты. Және де одан кейінгі бөліктер 9 менен 12-нің арасы менде көбінесе өзімде 16 проект бар, 16 бизнес бар. 16 бизнеске қалай үлгерем? Көбінесе дүйсенбі және де жұма күндері 9 менен 12-нің арасы. Бұл уақыттар менде мынандай бір фиолетовый цветпен жазылып тұр. Бұл фиолетовый цветтер, бұл өте маңызды жұмысқа қатысты жоспарларды талқылаймыз. Біз бұл уақытта фокус, таблица ключевых показателей деген сияқты жәнегідей өзімізге ыңғайлы. Біз енді орысша терминдарды жаттап өстік қой бала күнімізде. Солай біз жәнеге жазып қойдық. Қатты қиындатудың қажеті жоқ. Қатты бір осылай бір жеңіл қылып жасайтын болсаңыз, онда сіз бәріне де үлгеретін боласыз. Сонан кейін сағат 12 менен кешкі сағат 18:00 бұл уақыттарды мен көбінесе қоғамдық жұмыстарға жұмсаймын. Қоғамдық жұмыстарға жұмсау арқылы сіз көп нәрсеге үлгеретін боласыз. Қоғамдық біз айтып өткеніміздей, мүмкіншіліктер сізге басқа адамдардан келеді. Және де әртүрлі ситуациядан келетін болады. Қалай тест жасау керек, қалай анализ жасау керек екені біз келесі сабақтарда өтетін боламыз. Дәл қазіргі ең маңызды нәрсесі осы уақытты тиімді басқару. Одан кейінгі уақыт кешкі сағат 6-дан кейін жәнегі 21:00-дің арасында бәлкім сіз қонаққа барасыз. Бәлкім бір дәл қазір ауызашарлар болып жатыр. Бәлкім бір маңызды кездесуіңіз бар шығар. Бәлкім бір өзіңіздің отбасыңызбен бір іс-шара ұйымдастырған шығарсыз. Сол жәнегі осындай бір нәрселерді кешкі сағат 18:00 мен 21:00-ге жазамыз. Одан ары қарай 21:00 мен 22:00-дің арасы ол өзіңіздің уақытыңызға қарай өтеді. Бұл кезде сіз ұйқыға дайындаласыз, бәлкім бір бет кітап оқисыз. Бүгін не істедім, не істемедім деген сияқты жоспарыңызды бір қарап шығасыз да. И ана сол күні орындай алмаған жоспарларыңыз ол автоматически ертеңгі күнгі таңертеңге барып жазылады, түсіп айланып. И ең маңыздысы біз мынандай бір 30 задачаны жазып аламыз да. И біз сол күнгі ең маңызды задачам не деген сұраққа сіз жауап беру керексіз. Маңыздысын анықтап, артықтарын кесіп тастап үлгеру керексіз. Определять важный, отсекать лишний деген бір орысша сөз бар. Маңыздысын анықтай алу арқылы сіз фокусыңызды жинайсыз. Маңыздысын анықтап, артықтарын кесіп тастау дегеніміз ол өте маңызды екен. Сол үшін біз өзіміздің күнделікті жоспарларымызды жасаған кезде таңертең ерте қарапайым таблица бар. Жұмысымызды, шаруаларымызды 4-ке бөле білу керекпіз. Жоспарларымызды. Мысал үшін маңызды және шұғыл шаруалар шығып қалу мүмкін. Сіз мынандай 10-20 шаруалардың ішінен ең маңыздысын таңдап алуымыз керекпіз. Маңызды дегеніміз ол сізді мақсатқа жетелейтін шаруалар. Ол анандай бір кредит төлеу керек деген шаруа емес. Ол да маңызды, әрине, ол да маңызды. Оны просто былай ойланбай жүріп істейтін шаруа ғой, кредит деген. Ал маңыздысы деген бір ауырлық, бір қателік, бір қиындықты жеңу арқылы оның артында бір үлкен бір берекет тұру мүмкін. Сол үшін өзімізге қалдыратын шаруа ол не? Бұлай сорттаймыз. Өзімізге қалдыратын шаруа ол маңыздысы және де шұғыл шаруа. Бұл өзіміз істейміз. Өз қолымызбен. Өте маңызды шаруаны біреуге делегировать етудің қажеті жоқ. Егер де оффер жазу керек болса, өзіміз жазамыз. Тексеріп отырып. Маркетинг бөлімі сіздің бизнесіңізге маңызды болса, оны өзіміз істейміз. То есть біреуге делегировать етпейтін шаруалар бар, өзіңіз істейтін. Қарап жүріп, тексеріп жүріп. Ал бірақта сізде маңызды, бірақта шұғыл емес жұмыстар шығып қалу мүмкін. Ондай жұмыстар не істейміз? Оны жоспарға жазамыз. Алла жазса, оны осындай сұрақта, осындай кезде, осындай жерде орындаймын деп өзіңізге жазамыз. Бұл таблицаның бәрі өзімізге арналған. Ал
маңызды емес, бірақ та шұғыл жұмыстар шығып қалады, және кредит төлеу. Оны не істейміз? Оны делегировать етеміз. Маңызды емес, сіздің мақсатыңызға апармайды. Ана налоговыйдан бір уведомление келіпті. Ана бір нәрсе істеу керек деген сияқты. Ол шұғыл, ондай нәрсені делегировать етеміз көмекшілерімізге деген сияқты. Ал жәнеге маңызды шұғыл деген нәрсеңізге нені жазуға болады? Не обязательно бизнес. Ол бәлкім сіздің балаңыздың бір кружогына барып қатысуыңыз керексіз. Маңызды ма? Әрине маңызды. Өте маңызды. Маңыздысын сіз жазуыңыз керек. Одан кейін маңызды емес, шұғыл емес жұмыстар бар. Біздің уақытымызды ұрлайтын осылар. Бітпейтін кездесулер, бір шайлар вообще маңызды емес. Ондайлардың бәрін не істейміз? Отсекать етеміз. Бәлкім делегировать етеміз. Сол кезде сіз автоматически сортталып, өміріңіздегі ең маңызды, өзіңіздің өміріңіздегі ең шұғыл жұмыстармен жүру керексіз. Таңертең ерте осы жоспарды жазамыз. Мен бүгін не істеймін деген кезде маңызды шұғыл шаруа менікі. Сол кезде ғана нәтижеге жетесіз. Өз өмірлеріңізді жауапкершілікпен өздеріңіз қолдарыңызға, өздеріңізге алған кезде ғана нақты мақсатқа жетуге болады. Алла тағала берекетін берсін.